рас па өтірік па өзі ойла. Бұндай болады деп ойлаған жоқ. Неке осындай Түркістан қаласында көрме болып жатыр екен. Саламатсыздар ма? Апа. Мына өздеріңіз істедіңіздер ме? Апа күшті екен. Мына матадан істелген доп па? Күшті екен. Тақиялар сіздікі ма? Тақия менде ғой. Сіздікі ма? Блогер едік апа. Видеоға түсіріп жүредік қой, сол көріп. Болады ғой түсіруге? Сізден бола ма бір ауыз сұхбаттассақ? Ойбай. Не күттіз? Қолдан істедіңіз бе бәрін? Иә, қолдан 2024 жылы мүгедек бала тәрбиелеуші ретінде қайтарымсыз грант алғам, сонымен жұмыс жасап, абыроймен жаптық қой, 1,5 жыл болды. Мүгедек балаңыз бар ма сіздің? Иә, мүгедек баламен отырып осында жұмыс істеймін. Біреуін сыйлыққа алыңыз. Сыйлығым болсын. Сыйлыққа дейсіз бе? Иә, сыйлыққа алыңыз біреуін. Ой, рахмет. Сол сыйлыққа беретін әдетім бар енді. Төлейікті қанша теңге бұл? Керек емес. Сыйлыққа ала беріңіз, сыйлыққа беріп жатырмын. Осындай сатып бала-шағаны асырап отырсыз ба? Көрмеге шығамыз осында, арасында осында. Адамдар алып жатыр ғой, қазір ала ма? Өте бермейді негізі. Көп өтпей ма? Бүйт. Көбінесе мен сатқаннан сыйлағаным көп негізі. Мен қызым жақсы көреді, бейбі шарт деген. Қызыңыз алыңыз. Алыңыз. Өзі бәрін бере береді екенсіз, жүз. Айтып отырмын ғой, бәрібір сауда жоқ, одан береді. Кішкентайда қуантқан жақсы ғой. Сізде қанша бала-шаға? Менде 4 бала, бір қыз, бір балам ерекше. Мамандығым әйтпесе журналист қой, менің үлкен балам ауырғаннан кейін үйде отырып қалдым, вообще жұмыс істеген жоқпын. Ақшаны не үшін жинап жатсыз жалпы? Үйім жоқ, сол 14 жылдан бері үйде не жүрмін. Үйге ақша жинап жатсыз ба? Бір нәрсе төлеп алайық та енді апа, бәрін сыйлыққа ала берген бізге де. Мақұл, не? Бір 100 теңге беріп кетесіз де. 100 теңге? Ойбай апа, сіздің өнеріңізді 100 теңгеге бағалау қиын. Бағалауда емес, сыйлық сатылмайды да негізше. Бізден де онда сізге сыйлық болсын әпке. Сізге Харекет қорының атынан баспана болсын әпке. Жылама жоқ. Жаным жоқпын бар ғой, күткенде. Болды. Орнына пейіліңе тарқатасың да ұрсамыз. Апа, сізге үй, Харекет қорынан үй, апа. Болды. Күткен жоқсыз ба? Ой, жаным апа. Дірілдеп жатыр апамыз. Ойбай, рас па өтірік па өзі ойла. Сенбей жатсыз ба? Сенген жоқпын, сенбе вообще. Бұндай болады деп ойлаған жоқ. Жылаймай жатырмын ғой, жылайын десем жылаймай. Күле. Ойла. Осындайда қыз қуар екен ғой, Әпше, бұйыртса енді қазір жаңа үйлеріңізге барайық. Қасыңыздағы достар, құрбыларыңызбен бірге қоныс тойға барайық онда. Кеттік, апа.